Сәлем достар, сіздер Өмбекзат және менің арнама қош келдіңдер. Және бүгінгі біздің түсіріп отырған видеомыз ол қызықты болады. Яғни бүгін біз DIY слайм жасаймыз. Және мен интернеттен кейбір рецепттерін көрдім және соны бүгін біз істеуге тырысатын боламыз. Шықса шықты, шықпаса онда кететін жеріне кетеді, точнее мусорға. Және бізде ауа райы өте қатты салқын, бірақ бізде әлі қар жоқ. Бүгін бізде 1 желтоқсан, сондықтан жаңа жылдық көңіл-күйді сыйлау үшін мен арнайы Snow спрейді сатып алдым. Бұл компания маған $1 миллион төледі, сондықтан тезірек. Сондықтан менің видеомдағы алғашқы қарға, яғни алғашқы қарды көргендеріңіз үшін қуанышты шығарсыздар. Олай болса біз видеоның тақырыбына көшейік. Мынау біздің бүгінгі слаймымыз жасайтын жер. Яғни мен бүгін бұл видеоны қызық болу үшін мен мынандай арнайы банкіде жасамай, мынандай бір просто столдың үстінде жасайын деп шештім. Бүгін бізге клей керек. Болды, осы клей жетеді. Кішкене су қосамыз. Бұрынғы каналымда слайм жасайтынмын, бірақ мен осы 3-4 айдан кейін слаймды қойып кеттім, яғни мен олармен қызықпаймын. Жай ғана менде түсіретін идея жоқ, сондықтан осындай слайм жайлы видео түсіріп жатырмын. Ал енді бізге біздің слаймымыздың сәнін келтіретін гель для душа қосамыз. Точнее, крем гель для душа. Мен бұның барлығын бір саусақпен ғана істеп жатырмын. Кішкене бүйтіп қояйын. Сіздерге көріліп тұрған шығар. Енді біз бұған кішкене ғана соданы қосуымыз керек. Мен бұның барлығын қазір қалай қатайтатынымды білмеймін, себебі ол уже барлық жерге жайылып кетті. Краситель. Мына жердің барлығы быт-шыт шығып жатыр, бірақ барлығы сіздер үшін. Неге? Керемет консистенция шықты, енді осының үстіне біз спокойно сабағымызды оқи берсек болады. Дәптеріңде ештеңе болмайды. Және келесі қосатын затымыз ол бізде бор қышқылы. Және тез шығу үшін үстіне сода қосып жіберейік. Ол мінекей слаймымыз почти что шығып келе жатыр. Жоқ, достар, барлығы жаман болып жатыр. Және менде борный кислота кішкене ғана. Мінекей біздің керемет, қолға жабыспайтын слаймымыз шықты. Енді оның сәнін келтіру үшін біз Snow спрейді қосайық. Және бұның иісі жаман. Мінекей біздің керемет слаймымыз дайын болды. Осындай слайм шықты. Қазір сендерге қызықты болу үшін мен осындай дауыстардың жинақын, яғни подборкасын жасаймын. Енді сіздерге осы видеоны дейін ойдамын. Ұнатсақ жоғары тұрған белгісін басып, менің арнама тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпа. Және мен осы жылдың, яғни 2019-ға дейін өзімнің арнамда 1000 подписчик жинағым келеді, бірақ ол мүмкін емес. Сондықтан оны мүмкін қылдыру үшін сен менің арнама тіркелу керек. Және сенің подписация кнопкасын бассаң, менің көңіл күйім жадырап, қуанып, әр маған менің каналыма тіркелген адамға қуанамын. Сондықтан осы видеоны көргендеріңіз үшін рахмет.